ұлттық құндылықтарды насихаттаушы деген жөн болады. Иә, Солай айтады көбінесе. 17 жылы ала шапан киіп бастаған мен. Сонда үдірейіп қарайтын бәрібір. Қазақы киініп көшеде жүру үшін жүрек керек дейтін де. Мама, смотри, казах идет. Кейбір сұрайтын, неге жүресіз деп, мен айтамын, менің эгом қанағаттанады соған өзім. Біз әдем беруіміз керек, ұлттық дүниемізді дәлелдеуіміз керек. Өз қазағымызға да, өзге ұлттарға да. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бізде бүгін кезекті подкаст түсірілімі. Қонақта ерекше жан, ерекше адам. Бизнесті да көрдік, психологияны да көрдік. Әртүрлі саланы ақырын-ақырындап әртүрлі тұлғаларды шақырып жатырмыз. Әлия екеуміз енді сіздермен бөлісу үшін, сіздерге бір жаңа ой тастау үшін, жаңа ақпарат беру үшін деген сияқты. Өзімізді көп нәрсені білу үшін. Бірақ бүгін бізде қонақта керемет жан, өзім недавно танысқан жан, Аян Қалымбектегі Аян мырза, өзі айтыскер, өзі ақын. Сондықтан қош келдіңіз, Аян мырза. Қош көрдік. Подкаст деген дүниеде жалпы бірінші ретім мен. Бетін ашшы тұр екенбіз, қош көрдік. Аян мырза. Біздің екінші рет кездесуіміз екен Аян мырза екеуміздің. Өмірде жалпы, иә? Жалпы. Жақсы, қазір бір-бірімен жақсы таныса аласыздар. Өйткені аларымызда, берерімізді, бір-бірімізден сұрайтынымызда көп, мне кажется. Өйткені бір қоғамда жүрміз, қазір тем более өскемен халқы қазақиланып жатыр. Сондықтан мен Аян мырзаны айтыскер, ақын ретінде емес, көбінесе қазақиландыру үрдісін жүргізіп жүрген адам ретінде танығым келіп тұр бүгін. Сондықтан сол жағынан, белсендісі жағынан, қоғам белсендісі деген. Сол жағынан көп әңгіме айтсақ, өйткені біздер міне Самға даму орталығымен балаларды тәрбиелеп отырмыз. Әлия екеуміз балаларды қазақиландыру процесінде жүрміз тоже. Өзіміз де қазақиланып жатырмыз. Өзіме келетін болсам, өзім жеке тұлғама келетін болсын. Сондықтан бір жақсы әңгіме болады деген үміттемін. Мен де бұйырса. Ұлттық құндылықтарды насихаттаушы деген жөн болады. Жалпы солай айтады көбінесе жалпылама тілге келген кезде. Қазір енді немен айналысып жүрсіз қазіргі таңда? Дәл қазіргі таңда өзіңіз туралы айтып кетсеңіз біраз. Одан кейін ары қарай. Айтыскер, ақын деп айттыңыз жаңа, иә? Асаба деп біледі кейбір адамдар. Ал мен оны білмеппін. Мамандығы мысалы үшін қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Депутатта болдық студенттік жылдарда. Бірақ қазіргі таңда мен жеке кәсіпке бет бұрып жатырмын. Одан бөлек бұрынғы студент кезден бергі арманым болатын, бір көксештегі қалауым болатын, үлкен бір ұлтшыл, отаншыл, мемлекетшіл, бір патриот жастардың бір армиясы, әскеріне құру деген. Таныс. Естілер ұлттық патриоттық ұйымы, былай айтқан кезде естілер қоғамдық бірлестігі, үкіметтік емес ұйым, НПО құрылды. Өткен жылдың қарашасында іргетасы қаланған. Жастар күн санап қосылып жатыр қатарымызға. Енді сол қуантады, сол ұйымның қазіргі жұмысы дәл қазіргі таңда. Мысалы үшін күні кеше ғана этнокөз өткіздік, оның барлығы соны қарамағанда, соның аясында кітап оқу клубы, қайырымдылық жұмыстары, осының барлығы сол естер ұйымның ішіне тармақталып кете береді арай қаза беретін болсақ. Сосын жеке кәсіптің жобасын жасап, былай айтқан кезде жоспарын құрып кірісіп жатырмыз. Естілер деген ол қандай мағынада? Енді расшифровка деймін жаңағы айтып кетейін. Ағылшынша сөз, шығыс деген сөз, шығыс тура мағынасында. Арай жалғасты естілер, бірақ бәрі латынша жазылады. Естілер, үніміз естілер, көпке естілер, билікке естілер. Есті дейтін өзі бір саналы ақыл деген мағынаны береді ғой, есті жандар деген. Сосын шығыстықтар деген мағына бұл жерде. Түкпір-түкпірге баратын болсақ та шығыстан екен көрсетіп жүру үшін. Сондай ұйым, оның ішінде бірақ Қызылорданың да, Тараздың да, Алматының да, біздің түкпір-түкпірдегі аудандарында барлығының балалар бар, студенттер, әр саланың өкілдері, біреуі кастингта зауытта жұмыс істейді, біреу мектепте ағылшын мұғалімі, біреу университетте ағылшын мұғалімі, студенттер бар, біреу педколледж студент, біреу мектеп оқушысы, біреу боксер, біреу айтыскер деген секілді. Сондықтан әр саланы қамтығанбыз, арт-дизайнер, садақшы, мерген, суретші, ішінде енді қамтып жатырмыз. Өздері кеп қосып жатқан жаңағы лек, жастардың легі. Бұл енді қазіргі таңда ешкім оларға жалақы беріп отырған жоқ қой. Волонтерлік ұйым секілді іштей жаңағы ұлттық құндылыққа деген өзінің бір махаббатымен, ынта-шынтасымен кірісіп жұмыс істеп жатқан ұл қыздарының ортасы. Аян мырзаға қарап отырып, біздің сол жас кезіміз есіме түсті. Бізде ЛЭМ деген парасатты жастар лигасы деген ең алғаш дәл осындай жаңағы құрылды. Студент кездерде. Студент кездерде осы мақсатпен біз бастағанбыз. Осы өмірге басқалай қараған кезде бізде осы бағыт болды да, одан кейін жаңағы әріміз әр
салада өзіміз тұрмысқа шықтық, және жанымыздағы және жолдас балалар үйленді деген сияқты тармаққа кетіп қалды да, осы кезең үзіліп қалды. Сол кезде мен ойлайтынмын, сол ойым, мысалы КВН болды, иә, КВН жоқ бізде. Бұрын сол КВНдерді ұйымдастыру республикалық, облыстық деп жан жақта жүретінбіз де. Соның бәрі жоғалып кеткен. кей кезде ойлаймын, осы КВН не болып жатыр екен деп. Жай ғана көріп қаласың да, енді өзің бағыттардың, жастардың жүрген кезде біздің дамуымызға бәріне көмектескен сондай, жаңа сіз айттыңыз ғой, сол тармақтардың бәрі болды да. Иә, шығармашылық болды да. Сол жастар қайда кетіп қалды деп қарайтын да, общаганың жанынан өтем ғой, дым сезілмейтін ғой. Дым сезілмейді ана жерде, студенттер тұрады, тұрмайды. Қазірдің өзіндері. Соны қараймын, бар ма надар, жоқ па деп кей кезде ойлаймын да. Университетте студент бар ма деген сұрақ. Бір активный қозғалыс бар ма деп. Мысалы, мен өзімнің немеме келсем, мен мысалы командир деген сияқты бар ғой, мен сондай бір қыран деген бізде отряд болды да, анда балалар тәртіп, сол жағын, өзіміз сол жағында жүрдім да, кәдімгідей сондай бір 40-50 ұлмен жүретім да, неше түрлі нәрселер істедік, енді айтпай қояйық, иә, жол сияқты. Эфирде айтылатын нәрсе емес. Иә, жақсысы да бар, ішінде бар, бірақ та енді сол сіздерге қарап өте қуан қалдым да, это күшті, что сондай жалынды. Сөзіңізге тұздық болсын, жаңа ана университеттегі тіршілік дейсіздер ғой. Қазіргі таңда өзім мен соны байқаймын. Мысалы, мен сіздер енді бітіргелі қай заман? Мен өзі 2019-ның түлегі болдым ба? 2010-да аяқтап қойғанбыз. 9 жыл бұрын карантин келді, онлайнға көшті. Сол карантиннен жалпы көп дүние ауысып кетті. Мысалы үшін біз оқыған кезде мен мақтанғым келеді, мақтанышым айта аламын. Біздің оқыған группа сол кезде біз бір филология факультетінде бір топта 10 ұл болдық. Ол сол біз оқыған 4 жылда Қазақстан ешқандай университетінде 10 ұл оқу дейтін болған жоқ екен, мүлдем. Ары кетсе 6 ұл, 4 ұл сондай ғана. Біреу көресіз, и то былай случайно. Ана өтемістен туған 10 едік, 10-ымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол еді деген секілді сөйтіп жүретінбіз дүрлеп. Одан кейін Қытайдан Ли университетінен қосылған жаңағы мобильдік академиядан келген балалар 200 жігіт келді, 12 жігіт болып жүретінбіз. Сондағы айтайын дегенім, біз бүкіл салада жүрдік. Жайдарман, айтыс, дебат, олимпиада, гір көтеру, жаңағы киберспорт, шешендік өнер, дебат бәрінде. Сахнада концерт жүргізуші болу керек па? Міндетті түрде осы біздің топтың 1-2 баласы басқасынан жүреді, міндетті түрде. Сөйтіп жүрген кезде енді андай бәрі білет, бәрі таниды. Осы дөрлеп сыртта жүріп домбырамен көшеде ән айтып жүреміз. Саябақта тұрсақ та, аялдама жүріп тұрсақ, автобустың ішінде бәрінде сол. Филологияның жігіттері деп жүреді. Бірақ ол сөзбен солай қалыптасып кеткен. Енді сол атмосфераны іздеп бүйтіп сағынып бар қыламыз ғой, 9-шы корпусымызға там тырыс. Мысалы үшін біз оқығанда бір топта ары кеткенде 30-40 қана бала болатын. Қазір бірінші курстың өзінде 90 бала оқиды екен да. 90 баланың 30-ын көре алмаймыз ғой сан жерде. Білмеймін, енді біз солай бар қыламыз ба? Дүйсенбі барсақ дүйсенбі жоқ, бейсенбі барсақ бейсенбі жоқ. Әскери кафедра, таланты, білмеймін, басқа корпуста ма екен, әлде таппаймыз. Бұрын біз барғанда ана журналистермен құжынап жататын, иә, топыр жаңағы құжынап астына түсіп шулап жататын аран ұясындай болып. Немеден өте алмай қалсаң бар ғой, неме коридорын өтпей неме кетесің ғой, иығың қақ кеткен кезде жүрші деп айтасың. Бізде солай болады. Ондай жоқ, асхананы өстіп тұрыз қазір. Қазір ол жерде ана екінші қабаттағы жаңағы орыс тіл кафедрасы, Инияз, экономистер ғана. Бұрынғы филолог журналистер жоқ. Олар бәрі жұмыста шығар мүмкін. Жоқ, енді мен оқыған кезде 60 бала, мен реально ұлдармен оқыдым. НВП-да бастауыш әскерденді, бізде бір 5-6 ғана қыз болды да, 60 бала оқыдық, соның 5-6 бала қалған бәрі ұл бала болды. Біліңіздер, ұл балалар жаңа сіз айтпақшы, бізде тоже активный ұлдар болды. Өте махаббат санат, Олжас, кім деген бізде кәдімгідей сол жағдың звездалары болатын да, біздің группаларды, ұлдары да, қыздары болса да бәріне сөйтіп шығып, жаңа сіз айтқаныңызда сол да, и біздің ұлдар келе жататын ғой, бүкіл немен жар келеміз ғой, главный корпусқа келіп шулап кетеміз, қыздарын 9-шы корпусқа барып, олардың сабақтарына жарды. Мен старшыда болдым да, маған айтатын, әлем мен 9-ға кеттім деп 5 жылда болып кетіп қалатын, 10 жылда болып кетіп қалатын. 60 бала білінбей қалған ғой кафедрада. Сөйтіп шулап неше түрлі істейтінбіз да, таңертең жетте бізде построение болатын, оған шулайды. Қазір барып қараймын, жаңа сайтпақшы да, кей кезде 2-ші корпусыма барып қараймын, не бар дейсің ба? Таппаймын, мен айтамын, мыналар не өмір сүреді, сол кезде студенттік өмірде не айтады? Сонда олар қайда деген сұрақ. Вот вопрос қайда? Сол қайда мені де қызықтырады сол. Енді мүмкін онлайнда ма, мүмкін білмеймін, балалар сабаққа келмейтін болған ба қазір, айта алмаймыз ғой ештеңе деп білмеген соң. Мне кажется, сағынамыз дейміз. Балалар дейміз ғой, және біз алдыңғы подкастта бір айттық қой, жастар қазір өзін таңдау деген мәселеде жүр, өзінің комфортын таңдау, өзінің жұмысын таңдау, ақша табу мәселесі. Сондықтан олар білім жағына емес, кабинетте отыру емес, кабинетте басқа бөлек жерде ақша табу, бір дағдысын дамыту, еңбек, сондайда жүрген шығар. Мүмкін, бірақ енді
90 студенттің бәрі 90-да жүрмейді жаңа барлығы бүйтіп енді тымырдың жартысын көргіміз келеді да. Демек ол өзгерген, иә? Жатақхананың өзі де өзгерген қазір. Қызықтар болды ғой. Иә, мысалы үшін мынандай қар қалың жауған кезде біз деген далаға шығып қар атысып ойнап қыздармен күресіп енді апырды болып бет домбығы болсын деп келетінбіз. Қазір қар қалың жауды не жаумады не жатақхана маңында іші де тып-тыныш. Ең күшті кезде күз кезі болатын ғой, сол кезде общаганың сыртында зонтикпен романтика бәрі бізде бірінші общага ғой, неме жақта Образцовыйда. Соның жанында тура қарама қарсысында мектеп тұрады ғой, мектептің арты толған ғашықтар ғой, бәрі зонтик жапқан кезде күшті ғой, бәрі зонтикпен қызончик тұратын да, қол ұстасып. Иә, қол ұстасып. Менде мынандай нәрсе болатын, мынандай кішкене немесі болатын да, мен всегда сы дейтін балалар кетіп бара жататын ғой, көріп қарап тұратын да бүйтіп салафанға су құйып алатынбыз да, жібер қаласың, кетіп қаласың. Терезеден да. Иә, терезеден үстінде ұлдар тұрады ғой. Қыздар деп ойламайды ғой. Айғала келеді, каминат келеді да, ұлдарды бұлат ұйықтап жатқан бұлатын шығарады. Еще анандай нәрсе ғой, командирсің ғой. Алия, ана ұлдарға айтсаңшы деп келеді. Өзің барасың. Оны өзің істеп отырсың деп Еще қызық көру керексің, кей кезде ішіміз кеткен кезде. Кезде бәрі қызық қой негізі. Қызық қой, соны сөйтіп істейсің ғой, ұлдар айтады, біз емес, анандай жазғызып аласың, еще серьезный видпен жазғызып аласың ғой. Түсініктеме жазып аласың да, соны кешке собрание бірдеңке болады десең, айтпай қойған жүрсің, мама айтпай қойған отырасың, жерде айтпаймын, нормальный да қойсың, косяктасың просто дейсің. Шоколадқа көрсете қоймын дейсіз ғой, иә? Бер жағы бар. Керемет. Студенттік өмір осы енді қазір. Қазір сен бөлек. Енді ол қоғамның өзгергені, мысалы, уақыттың өзгергені деп білем. Басқалай түсіндіре алмайсың оны. Өзгерді деген рас, өйткені жаңа өзіңіз басын айтып қалдыңыз ғой, қазақ қаламы келе жатыр деп. Бұл өзі тренд. Біздің қазақта өзі бәрі нәрсе тренд болып кетті ғой. Бірдеңе болса тренд келеседі да, сонымен бір сәннен қалмау, заманнан қалмау. Бірақ енді бұл да қуантады, өйткені қазақ трендқа шыққан деген мүмкін бара ақырында біз күнделікті тұрмысқа ойысатын шығар. Әйтпесе баяғы 2017 жылы ала шапан киіп бастаған мен. Сонда үдірейіп қарайтын бәрібір. Көшеден бір дивана көргендей. Ол кезде енді қай бір келіскен, ол кезде қазір брендтердің бірде-біреуі жоқ. Қазір дұрыс шапанда жоқ, иә, качественный. Мырза бренд, Елжан, шығарып шыққан алтын адам ештеңе шықпаған ол кезде әлі мүлдем. Мен білмеймін қайдан сап еткен ойыма шапан киім келді, ұлттық киім жүрген. Ауылға барам, ападан шапанды сұрап аламын. Апам 7 шапан береді. Әртүрлі қызыл, жасыл, көк сарысы, күрең қызылы бар. Алып келемін. Оны ательеге апарамын да кішкене қысқартып ақшамдатып аламын. Өйткені құлақтың шапандары ұзын. Бірақ қатты қысқартпаймын. Беретін сыйлайтын, иә. Соны киіп алып шығамын көшеге. Бәрі қарайды басында. Кішкене қысылып, бір ай бүйтіп, өзіңмен өзің қымсынып жүресің бүйтіп көшеде. Сосын былай ойлап қарасам, ана шапан етек желбіреген сайын бір өзіңді еркін сезініп, рухтанып, алшаң басып жүресің да. Ешкімнен қымсынбайсың, болды, үйреніп кетті көз, жұрттың көзі үйренді. Сосын барып қана ғой, жаңағы Балғынбек Имашевтар да киіне бастады, кім жаңағы жұлдыздар да киіне бастады, ақырындап етегін киеді, біреу бірдеңесін киеді, саптамасын киеді. Ательелер пайда болды, шықта пайдалы, сосын жаңағы бәсекелестік пайда болып, сауда қызды деген секілді. Енді қазір мысалы үшін бәрі бар. Арзан да бар іздеген кезде, қымбат та бар. Бұрын мен киім жүрген кезде шіркін алсақ қой, бірақ қымбат қой деп сылтау ұрататын. Қазір іздеймін деген кісіге 3.000 теңгеге базар сатып алдым, не? 17.000 теңгеге қымбат алдым. Бір түр, бір ұлттық киім деген секілді. Алдыңғы жылы мен тренд бастаған, қыздар тақия киіп, шашбауын тағып деген секілді. Шолпылар. Сондай бір келе жатса, лек қуантады енді. Және немеңізге, сөзіңізге айтпақшы, өзіңіз дұрыстық болсын да. Мен театрда жүрген кезде білесің, театрда мен көбінесе көрермендермен жарнама бөлімінің жетекші болып жұмыс жасадым да. Көбінесе сол көрермендермен жұмыс жасаған кезде менде сол тренд басталды. Қазақи кино. Кәдімгі осы сияқты сырға, немесімен, кәдімгідей оюлы жилетка, мен кәдімгі сөйтіп жүретім да, маған ұнайтын да, сол. И шашым ол кезде ұзын болды да, кәдімгідей шашыма немелер бүйтіп байлап қойып, келген кісілер бәрі ұстап көрді, мынаны қайдан алып. И оны мен былай алған кезде, маған бір жерге қонаққа барған кезде бір кісілерден көрдім да, қазақи кәдімгідей. Үйде мамам осы қазақи неме тағатын всегда. И қызығып жүретін де, соны бір-екі рет тақтым. Өзіме де ұнады ананы тағып жүрген. Одан сөйтіп киіп біраз болды. Сол кезде маған арға ілесетін адам болған жоқ. Болды ғой? Жоқ, қолдаған жоқ. Әдемі болды. Мен айтам, сендер, ой, это же, жаңа сияқты не модно. Сол кезде просто негативный хейттер да болды да, мүмкін оған мен дайында болмаған шығармын. Осы қазақ байлағында осы ғана жүреді екен деген сияқты. Өзіміздің қазақтар сөйтіп айтатын да, неме киіп алған деген сияқты. И ана ойлы қазір әркімге дейін киемін, соны ақ немедермен киіз деген жасалады ғой, прям маған ұнайтын да, сол киізден жасалған ақ немелермен жүретім да, сол кезде жан маңайымдағылар да даже түсінбеді да, сол киіп алады.
осы ғана сөйтіп жүреді ғой қазақ бәсін, даже бір сөз естігем, колхоздар ғана сөйтіп жүреді деп. И анасы үшін до конца мен даже төбелесуге барғанмын. Сосын таста кеттіңіз? Таста кеткен кезде ол таста кеткен жоқпын, одан кейін тұрмыс құрылды деген сияқты, вот қалып қойды. Өз немесінің қалды дегеннен бұрын мен өзім тұрмыс неметкеннен біраз өзім жоғалып кеттім деп, декретке кеттім, ары қарай жоғалып кеттім деген сияқты нәрсе. Но жаңа одан кейін шыққан кезде қуантты да, что жастар бәрі тақия деген сияқты. Мен жазда қыздардың төбелеріне сол тақиямен ана үкілі тақия кигіземін да, бірақ бастарына. Екеуі бірдей. И жилеткамен жүреді де, қыздарым қандай нәрсе кисе сөйтіп кигізіп қоямын. И жолда осы қалада жазда көремін де. Ұлым коляскада, екі қызым екі жағында кеп барып бәрі қарайды да андарға. И ана үлкен қызым вообще шешпейді. Бүйтіп немесімен шешпейді, соң айтты, мен айтып жатыр, қарашы күшті деп айтады. Естиді ғой енді. Мама, қарашы, мен күшті. Мен айтамын, осылай болу керек, қазақтар солай жүрген ғой бірден. Күшті дейді да. Сол маған ұнайды да, андай. Өзбекбашы қолдап әкету негізі. Қолдап, Мен де жаңағы біз әдебиет группасында 30 бала оқыдық қой енді. Сол факультет бар, үлкен алатынбыз, университет бар. Бір өзің жүресің, арпашың бір беті болып жаңағы. Қалғанда киінген қалайсың, бір айтасың. Хейт болды ба? Міндетті түрде болады ол. Хейт та болады, міндетті түрде жаңағы. Сол өзіміздің қасымыздағы неменен жалпылап киіп алғасын жаңағы. Бірдеген ұқсап, ұйғыр ұқсап деп жаңағы кете береді. Соны сынбау керек енді. Бір ақын ағам айтқан, осы орта кездер карантинге дейін қазаққа киініп көшеде жүру үшін жүрек керек дейтін да. Батылдық керек. Түсінбейтін оны ол баста енді. Жүрек керек ол бір төбелеске шыққанда, бір көп нала шыққанда ғой, жүрек керек, жаңа бір өрт сөндіруге барған кезде шығар деп. Киінуге мен ойлайтын махаббат керек қой негізі ұлттық деп. Сөйтсем жүрек те керек екен, сосын махаббат тілек те керек екен. Әсіресе біздің Өскемен қаласында, иә. Негізі орысшаланғанбыз, менталитетіміз бөлек. Сондықтан жүрек керек, жүрегіміз бар екен. Көшеде кетіп бара жатсаң бүйтіп қазақ бала, мамасы қазақ қасын тауып жатты, мама, смотри, қазақ идет. Вот сондай нәрсе кәдімгідей. Осыны не естіген кезде ана күлетін дүние емес, ренжисің арасымен де, бірақ соны жылайтын нәрсе ғой. Қазір келе жатыр, жылайтын нәрсе. Жылайтын нәрсе. Қасірет қой. Қасірет. Оған сенің ой салғаның? Иә, дұрыс. Ой салғаның ғой. Студент кезде ғой енді. Мен өзім ақыл оқыдым, грантта болған жоқпын. Жазда жұмыс істеймін 3 ай, Астанаға барып. Сонда ең алғаш есімде 2016-та бастаған кезде алғаш Монғолиядан, Байынөргейден ұлттық бұлғар әмияндар, беліктер келіп жатқан болатын. Баға судай қымбат, бәсекелестік жоқ. Енді келген халыққа деп бүйтіп. Аш отырған рухани аш халыққа, шамасы барларға таптырмас дүние өйткені бәрі керек, қызығады. Мен естеймін, 3 ай ақша жинаймын. Инстаграм деген толған подписчиктарым бәрі сол алғаш Инстаграм сөзі шыққан болатын. Дүкенде тіркеп саған ғой. Спорт киім, бұлғар әмиян, бірдеңе сағат, уач тіркеп саған байланбай парақша бар. Сосын жұмыс бітіп, оқу жылы басталатын кезде Алматыға барамын да, бүкіл ақшама киінемін ғой. Қымбат дүниені артыма қарай аламын ғой жаңағы жерде. Елбасы киінетін жаңағы алтын адам дейтін бренд жарнама жүрген. Алтын адам барып костюм аласың, ең басты қазақстандық отанда өндірілген. Бұлғар әмиян, қазақтың қолынан шыққан жаңағы оюлы әмиян ғой. Ол да керек, бәрін алып қиып барған кезде енді хейт деген жаңағы сол, ол бір жеке бір жаңа мақтану үшін бе тағы басқа бірдеңе ойлайды, кейбір сұрайды неге жүресіз деп. Мен айтамын, менің эгом қанағаттанады содан өзім үшін мен аны ләззат аламын бүйтіп. Ұстап жүрген дүнием сол кезде 90% ұлттық отандық өнімдер болатын сол кезде. Қазір күнделікті ұмытық демей ақ қойын, бірақ ана шаршап кетесің ба енді. Ол кезде жастық та болды ғой. Ол кезде іздеп жүріп максимализм болады. Жуынатын легеннің өзімен қарайтын Қарағандыға шыққан ба? Даже соғанда ілгіш мысалы үшін Таразда Шымкентте жасаған ілгіш пластмассадан шыққан. Дүкенге барам, жаңағы артын қараймын ғой. Сок дада Made in Қазақстан деген. Россия ма, Украина ма, Қазақстан ба, қай жақ made Қазақстан ғана болса аламын да. Амал жоқ нәрсені аласың енді. Бізде су сабын шықпайды ғой, шампунь аласың. Бірақ мен тырысатынмын Ресейден алмауға. Білмеймін неге екенін, сондай іштей болатын. Ресей, Қытай, ұлтжандылық қой, ол кәдімгідей ұлтжандылық. Сонда іздеп жүріп кәдімгідей сонда бір таң қалатынмын өзім, сондай көрпе ме, киім бе, леген бе, зат па, ілгіш па. Редкость қой. Оны енді не үшін істедіңіз сонда? Ол ұлт үшін жүрек ауырғаны ма, әлде жәнегі эго ерекшелену ме? Қалай қазір қандай анализ? Абай айтады ғой оны, өзіңнен барымен көз көріп, артылам деме өзгеден дейді. Ол өзің барымен артыламайсың, ешкіммен таңғалдырамайсың. Бұл жерде мынандай дүние бар. Мен ұлтшылықпен қатты ауырып жүрген кезім, осы әсіресе ұлтшыл болған кезім. Бәрімен ұрысып, көрінгенмен қызыл кеңірдек болып, қызыл жеке болып жүретін кез. Есіміз кетеді. Бірақ жаңағы дүние, мысалы үшін Германия соғыстан қалай көтерілді? Өзбектерде әлі күнге дейін бар. Олар
өзбек өз ағам деп тұрады да, өзге ұлтқа ақша түсірмейді. Олар өздерінің тауарларын ғана алады, өз дүкендерінен, өз сатушыларынан ғана. Германияда жаңағы тек қана немістің тауарын ғана алып, ақшасын өздеріне қойды, басқа жермеу керек. Менде сондай өзімде қағида болды, қатып қалған. Ақша түссе 1 теңге болса да 1 қазаққа пайда болсын ол. Дүкенге бүйтіп базарға барам, аралап жүріп. Енді базар болған соң бәрі болды ғой. Ол жерде бізде орыс та бар, неміс та бар, өзге тәжік, шешен де бар. Мен іздеп жүріп қазақ тауып аламын. Ананы. Ол нәрсе сол басқа ұлтта болуы мүмкін, біз қазір жоқ болуы мүмкін. Одан шығып кетіп басқа дүкенге барам. Қазақтан алу керек та, ана ақшаны соған беру керек. Қағида өзінде, ерінбеймін. Максимализм. Сондай. Дұрыс. Сөйтіп жүріп, менде ол әлі де бар. Жаңағы, мен үйге тауар сатып алатын болсам, міндетті түрде ол барынша отандық өнім болу керек. Киімді дүниені солай, жаңағы қырғыз, өзбек, түріктің алмай, қымбат болса да қазір шама бар, құдайға шүкір. Қазақстандықны аламын. Қымбат, бірақ алу керек. Өз қазағыма тисін дегенде ғой. Көшенің тамақ ішетін болсам да болады ғой. Оливьеге бара салуға, пиццаға бара салуға, жоқ кішкене қазағын іздеп барасың, өзіміз жаңағы қымбат болса да деген секілді. Құртвай, лапес, аты қазақ болмаса да заты кісі ғой. Кәсіптігімдеріміз отыр, сол кәсіпке қолдау болу керек. Дұрыс. Шаш алсам да жаңа өзіміздің таныс жігіттерін, сол мен тұрақты мысал үшін шашымды 6 жыл ма, 7 жыл ма бір ғана жігітке алдырамын өзі, бір-ақ жігітке ғана. Ол өзі басымен неше эксперимент жасайды. Ойын салады келіп бүйтіп кілем сырмақ қылып жібереді мысалы үшін. Қазақ жігіт. Сондай жаңағы қолдау дейтін нәрсе әр қазақ сөйту керек деп ойлаймын мен. Өзінің жақынның кәсібін қолдап, жақынның клубников шоколадесін алып, ана қарындасын жаңағы тортын алып сөйтіп жүрсе, сонда жаңағы қолдау деген сол ағайыншылдық, отанды сүю деген сол ғой. Бір-бірін қолдау деген сияқты, көтеру деген сияқты айтып дұрыс. Қоғамдық және бірлестіктеріңіз деп айттыңыздар ғой. Сол кезде осы бағытта жаңағы қалай жұмыс жасайсың? Бірлестікті айтып кетейін. Иә, қалай? Жақынырақ. Енді бұл дінге араласпайды, саясатқа араласпайды, дау-дамайға араласпайды. Мен қойып салған қағидам сол. Алғашында аға деп бүйтіп топты аштым да, енді көп атау қойдық оған, ең бір содан бастайыншы жаңағы. Алтай жастары, шығыс бірдеңе, алаш орда ұлыс көп атау. Бәрі бүйтіп қарайсың, келмейді, банальный. Сосын бір креатив бірден керек болды. Деп қойдым. Тұрды, 2 күн тұрды ғой мына сөз, деп шықпайды ойымнан. Артынан жалғау іздеймін, не қылып жасағам деп. Естілері шыға келді. Болды, құрылды, бәрі қолдады. Сосын ол топтан енді ішінде бәрі бар болатын. Шығып кетіп, бүйтіп тарап. Сосын оны 2-3 ай өткен соң бар өзі қосылды. Біз куизға барып қатысып жүрдік. Сол куиздестер жаңағы бір толқындағы адамдар, жас мөлшері бәрі бірақ бір толқында. Енді сосын мен оларға қағида қойдым. Бұл жерде ешкім дінге араласпайды. Трайбализм деген жоқ, руды айтпайсыңдар. Саясатқа мүлдем араласпайсыңдар. Тек әдеби, мәдени түрде ғана бір шығармашылық. Шығармашылық. Біз әдем беруіміз керек, ұлттық дүниемізді дәлелдеуіміз керек. Өз қазағымызға да, өзге ұлттарға да. Бұл ішінде қайырымдылық бар. Өзіміз меже қойғанбыз, әр ай сайын бір отбасыға ма, бір кісіге ма қайырмасы босып тұрамыз деп, міндетті түрде деп. Этнокуиз өткізу, мысалы үшін куиз деген 2020 жыл бастады ғой, Дарын Нұрса бар бізде. Ол кезде Қазақстанда жоқ болатын қазақша куиз деген. Бастап сондай деңгейде 3 жылда ана деңгейге шығарды. Мен өз басым Алматыға ойнап келдім. Біздің бар Семейге ойнап келді. Бізде де деңгей жоқ екен. Мойындау керек. Оларға айтып кеттім, жаңағы сіздер Өскеменге келіп көріңіздер, нағыз куиз қандай екен, немесе біз әкеліп апарамыз сіздерге. Таяуда бұйырса деп. Олар күтіп қалды, әкеліңіздер этнокуизді. Мен этнокуиз деп шығардым. Мен Дарынаға айтамын ғой, неге қазақи көп қоймайсыз деп. Күй кейде қойды, кейде қоймайды. Жаңағы әншілердің ішінде ана былыққан жаңа Қанайда бар. Кім ана көп қой әнші сымақтарды енді. Әнші еместерді. Мен оның бәрін менсінбеймін мысалы үшін. Сосын бір намыстан туып, мен айттым балаларға, этнокуиз істейік. Этнокуиз жасаймыз деп қойдық, жарнамасын беріп салдық. Бәрі күліп жүр, қашан істейсіңдер деп. Мен айттым, бұл шегінетін жол жоқ. Жасайық деп желтоқсанда жасадық этнокуизді. Жақсы баға алды. Өте жақсы. Қай жерде жасадыңыздар? Оралхан Бөкей кітапханасы, мен жарнамалап кетейін, енді ол кісі ризашылық ретінде қуана залын берді. Ол жерде жағдайым бар жасалған, кең, жарық, экран бар. Сол жерді берді. Аренда ештеңе алған жоқ, өйткені атын өзі айтып тұр, этно қазақи. Оралхан Бөкей кітапханасы ең қазақи кітапхана Өскемендегі. Сөйтіп, өте күшті болды, демеушілер табылды, көп сый-сияпат келді, бір үстел толған жаңағы тақия, ұлттық бұйымдар, кітап, ақша, сертификат үйіліп қалды. Оның бәрін бердік. Сосын жақсы бағалды. 2-ші ойын қаңтарда болды, 3-ші ойынымыз міне кеше ғана өткен, ақпанның ойыны. Тағы бір бағыты бар. Ұлттық киініп жүруді дәріптеу. Өздері де киініп жүреді біздің балалардан.
және соны насихаттайды. Сосын былтыр мен бастаған шығыс бұрымтысы деген байқау болған, үлкен 5 жастан 25 жасқа дейін қыздардың бәрін қамтығанбыз. Ең ұзын бұрымды анықтау мақсатында бір жақ қыз саны секілді. Биыл соның жалғасын тауып ұйыммен атқарамыз деп шештік. Ал былтыр қай жерде болды? Кімнің тарапынан? Былтыр мен ол кезде балалар кітапханасында істеп жүрмін. Кітапхана ішінде істеп жүрген кезде инициатива туып, соны ұйымдастырып, ДКМ-де жаңа өткіздік. Сарайда күшті баға алған. Бұрымды қыздар көп пе екен? Болған жоқ. Бұрымды қыздар өте көп болды. Енді 5 жастан 10 жасқа дейін деп бір бөлік, 11-ден 15-ке дейін деп қана бір бөлік, 16-тан 20-ге дейін бір бөлік. Сондай 3 жас категориясы болды. Әр кезеңге жеке-жеке орындар болған. Бірінші, 2, 2, 3 деп. Жақсы демеушілер табыла кетті. Қомақты жаңағы сертификаттар, ақшалай сыйлықтар деген сияқты. Тағы бір бағыт, енді көпін айта беретін болсақ, бұл жерде мысалы үшін мындай әлеуметтік тәжірибе дейді ғой, эксперимент қоғамдық. Көшеге шығып жаңағы сауалнама жүргізу, сұрау, қазақи дүниелерді дәріптеу. Оны айта берсек енді көп қай жағын ұсақ түйекті. Тек қана бұның барлығын Инстаграмдағы естілер парақшасынан көре аласыздар. Ішінде сол біз салып отырамыз күнделікті жұмыстардың бәрін. Осындай көптеген шаралар енді. Енді осы айтып жатқан жаңағы көрсетті Инстаграм көріп жатырсыз, өзіңіздің отбасыңызда осы жағдайда қалай сіз ұлықтайсыз, қалай ұстанасыз деген сияқты. Осы қаншалықты сіздерде жеке бас, мысалы өзіңізде ол болмаса, сіз қоғамға беретініңіз бұндай болмаушы еді деген сияқты. Семьяда ұстанымдарға жалпы айтқан кезде отбасыңызға. Осы сұрақ көп қойылған маған студент кезде, қызығып сұрайтын жаңағы сен неге ондайсың деп. Мен айтайын, біздің енді ауыл қазақы ауыл, көкпаршылардың ауылы. Мысалы үшін Самар ауданының бүйтіп бәрі ойбай орыстың деп айтады ғой. Бірақ оның ішіндегі бастаушы Көкжата, Көкжыра дейтін ауылдар, қазақ ауылдар қаймақ бұзылмаған, жаңағы ауылды кәдімгі балалардың барлығы сол топырағын қасиетін жұқтырып атқа мініп өскен балалар ғой. Бірақ мен бәрі секілді көкпаршы болған жоқпын. Бізде екінің бір көкпаршы, шын айтқан кезде менің інім бар, ағам бар. Бірақ мен домбыра ұстап кеттім өнерге қарай. Мен айтысты қуып кеттім, мен ақындықты қуып кеттім, сахнаны қуып кеттім. Біздің отбасымызда ондай қазақ емес. Ондай дәріптемеген де ешкім. Менің әкем кәдімгі енді ол кісіден бір коммунизмнен тәрбиеленген кісілер ғой. Мен әйше жоқ сондай болдым мен. Қай жерден туды? Мен Астанада оқыдым ғой. Мен Астанада мектеп оқығанда айналам бәрі жаңағы жақсы байдың балалары, орысша сөйлеу кезде сән, мода. Оларға намыстанатын да іштей бір қыжыл өлең жазам, олар ренжиді жаңағы. Сөйтіп жүріп мен Өскеменге ауысып келгенге дейін, бірақ мен 17 жасында осы пайда болған, ұлтшылдық дейтін дүние неге? Сол 17 жаста пайда болды. Басқа бір кірген соң шыққан жоқ. Оны түсіндіре алмаймын, ешкім айтқан жоқ. Бірақ енді мен бір үйдің тұңғышымын ғой. Мынандай кенже екі інім бар, қарындасым бар. Мынандай тәртіп болатын. Оларға кетчуп жегізбеймін, майонез жегізбеймін, қант салғызбаймын. Сондай жаңағы телефон уақытымен ғана әлеуметтік желі аштырмай қойған бертінге дейін. Кейін қазір өзі алды 18-ге келіп, арты 15-ге келген соң қазір өздері білген істеп жүр ғой. Бірақ сол не қалып қойған бәрі сол кезде бір шектеу болған. Мен өзімде шектеу болатын. Мен қазір де газдаған сосын ішпеймін, мысалы үшін салауатты өмір салты. Чипсы кешкен тыйылғам деген секілді ғой. Оларға да сондай шектеу қойғам. Мен жоқ кезде қанша сынақ жоқ белгісіз, бірақ енді андай отбасы болғанда мен өзім үйленгенде қазір келіншегім ғана бар ғой, біз бір отбасымыз. Бауырларым шешемнің жанында бөлек, мысалы үшін бәріміз қазақымыз деп айтпаймыз. Бірақ менен аянаға келе жатыр деп тағылатын шығар. Бірақ менен кейін күні мысалы үшін мен немді алды бәрібір ол адам көрген сайын бүйтіп жұқтырады. Мүмкін еліктейтін шығар, ұлттық киініп жүру деген түрі де бар, сымбат та бар, бой да бар, садақ атады, жаңағы барып атқа мінеді, жайлауға шығып береді, тақымын айына бір жазбаса өзі құмарғанбайды өзінің. Сондай бір жұққан шығар. Ал енді жалпы осы естілер қоғамында жастар қай ниетпен, қандай мақсатпен келіп жатыр? Олардың қазақиландыру, ұлттық нақышты, ұлттықты дәріптеу деген ол шын ниет пе? Қалай болып жатыр? Сол жағынан бір анализ болды ма? Маған қызықты болып тұрды. Енді бұрынғы жастар мен менің кезімдегі жастар, бізде де сондай идея болған, мысалы, ЛМ деген идеямыз болды. Қазіргі жастардың қандай екен ниеті? Өйткені одан кейінгі қаншама біз ұйым құру, ұйымдар, балаларды жинау деген кезде көбінесе анандай ақшамен байланыстырады да. Маған ақша төлеу. Мен осыдан табыс таба аламын ба? Мен осы арқылы біреумен таныса аламын ба деген сияқты. Осы арқылы өзімді көрсете аламын ба деген сияқты. Сонда қандай
қазір қалай екен, сол қызық болып тұр. Андағы сұрақ менде ойландырып тұр негізі. Сараптама жасаған жоқпын, бірақ бізде қазір нақты бір белсенді жүрген бір 20 шақты бала. Ол қыз енді ол күш, оның өзі 20 шақты нақты, әйтпесе топта бүйтіп 30 шақты бар ғой, 15 өзі жүреді, міндетті түрде қалмайды. Енді қарап отырсам, әрқайсының өз ерекшелігі бар негізі. Мысалы үшін әркім өз жұмысын біледі. Біреу ұйымның арт дизайнері. Ол жаңағы логотип жасау, слайд жасау, әрлеу, безендіруге жауап береді. Сосын арамызда қатардағы бір жігіт көзге қатты жүрген, басы жақсы істейді, қатты істейді, біз логикасы мықты. Отырады да жаңа бір кітап оқырман клубы ашайықшы дейді Өскеменде дейді. Жоқ қой дейді. Оған парақшалар көп қарайды, ана Таразы бойынша қарайды, Кентау, Түркістанда бар екен, Қарағанда бар екен. Бізде неге жоқ дейді да. Айтам ашайық. Атауын қалай қоямыз? Оның атауында жаңағы ойлап бір өзім ұсынған, мен оны қолдап кетті. Кітаппен өскенмен. Кітаппен өскенмен жаңағы. Кітаппен өсу, жаңағы өскенмен қалған аты бар кітап. Қолдады. Бар ғой кәдімгідей. Соны енді оның ай сайын бір кітап аламыз. 2024-те бастадық. Қаңтар айында Оралхан Бекин атау кересін алдық, талқыладық, отырдық, кофе іштік, кофе брейк, жаңағы тимбилдинг секілді. Ақпан айында міне алып оқып жүрміз қазір Дулат Исабековтің Сүйекші деген кітабымен. Сосын бір авторын ұмытып қалдым мен. Өмірдің аты М дейтін бір қазір бір хит болып жүрген М, сол. Перизат Халмашек. Оны талқылау айдың соңы 29-ына қойдық. Әр айға солай. Келесі наурызда 10 қол тұр түрен антықтың деген секілді. Осыны идея шығарып бір жігіт. Қолдап кеттік. Сосын жаңағы тағы бір жігіт қатардағы, онда логикасы ерекше болатын тұрады да, өз арамызда бір спорттық турнир жасайықшы дейді, және өз арамызда дейді. Боулингтан, садақ атудан, асық атудан, тағы не бар, волейболдан кеше ғана шештік, талқыладық, жақсы наурыздан кірісеміз дедік мысалы үшін. Өз арамызда жаңағы қатысқанға символически бір 500 теңге ме, сол жаңа ұтқан кісіге бөліп бере саламыз жаңағы. Сонда өз арамызда спорттық, салауатты өмір салтында қолдау. Сол секілді әркім өз идеясы бар. Ал енді жаңа айтып тұрсыз ғой, бір жеке бас пайдасын көздеп келгендер бар ма деп. Ондай жоқ ау. Өйткені ешкімді мен күштеп жарма жасап келіп шақырған жоқпын. Парақшаға салынды жұмыстарымыз өзіміздің, қызықты, тіркелді, жеке шығат қалай қосылдық болады, қатарларыңызға қызық қой деп. Жай кезде біз мафия ойнаймыз, отырып жаңа шпион ойнаймыз, немен отырамыз, бар ғой жаңағы талқылаймыз бір нәрселерді отырып. Сондай монополия ойындары бар, үстел ойындары. Қандай жоспар құрамыз, алдағы не бар деп видео түсіреміз, әлеуметтік желіге шығып, қызық қой оның барлығы. Сондай жаңағы естілер ұйымы барлығы білет. Жаңа айтыпсыз ғой, ақша несі жоқ па деп. Бізде мысалы қор бар өзімізде. Біз этно квиз дегенде ақылы қылдық қой оны. Одан түскен қаражат бар. Мен айттым, әрқайсысына жеке еңбектерін берейін бе? Отырғандарың үшін, түсіргендерің үшін, жүргізгендерің үшін деп. Жоқ, қорда тұрсын деді бәрі бір ауыздан. Бұларға кер жоқ ақша оларға. Мүдде ақшада емес. Ол ақша ертең керек мүмкін. Сапарға шықсақ бір жаққа жаңағы керек болады. Бір басқа дүние жасасақ. Реквизит алу керек шығар мүмкін, тағы бір дүние, үлкен дүние керек. Жиналып жатыр. Ол жер қазір бәрі әркім бір қызық үшін жүр. Бір отбасы сияқты болып кеткенбіз. Туған күн болса деймін, барып жаңағы құттықтаймыз деген секілді бір ұсақ түйек. Осыдан керемет достық туады. Енді біз мысалға жаңа біраз жас, енді бізден кішкентай екенсің ғой, бірақ та біз Назым екеуміз осындай ұйымнан достығымыз шығып ары қарай дамыған адамдармыз. Жаңа сен айттың ғой, бізде жоқ деген емес, ол болған сұхбат деген болған. Бізде Пушкин библиотекасында біз әр жексенбі сайын барып, сол жерде бір кітапты алып талқылайтынбыз да. Біздің кезеңде сол болды. И біздің ортамыз осы сияқты, сендер сияқты жастардан құралды да. Біз әртүрлі саладан келді. Біз мысалы, мен НВП-мін, ол тарих, там біреу международный, анау тағы біреу деген сияқты. Сондай жұмыс істеп жүргендер болды, там врачтар болды, кім болды, әртүрлі саладан сөйтіп жиналды да, біз осы нәрсені алдыға жылжытқанбыз. Жаңа сияқты. Керемет кездер, мысалы, достығымыз деген сияқты, туған күн тойлау деген сияқты, біз басқа қалаға жарысқа бару, дебат бару, это біздің кәдімгідей ғой. Біз келеміз, сумкамызды тастаймыз, корпусқа бар кесін, ертең тағы бір жарыс па, жинап аласың да кетіп қаласың ғой. Бізде сол ғана болатын да. Даже мынандай, жаңа айтып отырсыз ғой, сіз өте күшті нәрсе, что мына үзіліп қалған жіптің жалғанғаныма қуанып отырмын да. Просто көрдіңіз ба? Осыдан басқа лек, басқа лек, бұның уже осындай түрде әкелгенін мен кәдімгідей қуантып отыр да, жүрегімнен шығып отыр. Мынандай нәрсе болатын бізде, мысалы, біз жағдай болды сондай. Мен мысалы НВП-да оқыған кезде бізге мынандай семейге осындай патриоттық немеге қатысты бір дебатқа бару керек болды. А мен жаныма өзімнің немемен корпусынан кісі алайын десем, жоқ та. Енді жоқ дегенде енді именно дебатқа батысатын жоқ. Соны барам да, ана деканмен жақсы сөйлесем, аға деймін, маған осы бірінші курстың 5 баласын бересіз деймін. Ақша тауып беріңізші, маған осы жарысқа бару керек деймін да. Бірақ олар бармайды, мен басқаларды алып барамын дейсің ғой.
шын сөйтеміз ғой, потому что біз ана семейдегі вот балалар бізді бәрімізді дебат қозғалысында бір сондай бір не болды. Сосын мыналар хабарласам, осындай күні кететін болдық, дайындалыңдар. Қайда дейді? Жарыс болып жатыр. Білмейді, оларға бәрібір. Осындай күні, соң ұлдар бізде всегда организовать ететін де, осындай все жақсы дейді. Біз тупо отырамыз, о жақта бізде қайда қонамыз, оның бәрін ұлдар, мысалы сіздер Серік, Данияр, кім Аслан деген, вот Елдос, кәдімгі осының бәрін басқа квендің, қазақша квенді ұйымдастырған, вот білесіздер ғой, солар жүретін де, соларға айтамыз, болды біз жақтан жіберіп жатыр. И біз тупо барамыз да жаңа сияқты, өзіміздің жаңағы олармен қырыламыз, айтамыз, доказывать етеміз, соның өзінде бізде қарым-қатынас, достық әр күнге дейін сақталады да. И осыншама жыл үзілсе де, эфирім келгі подкастымыз көрген шығасыз, мысалы 12 жылдан кейін дедік па, біз қанша жыл дедік Елдоспен? 12 жылдан кездесу болды да, ошол ең алғаш подкаст Елдоспен. И сіздерге де қуанып отырмын да, что сондай күшті нәрсе да. И жоғалтпаңыздар, это этно деген ол уже міне бізге керек нәрсе де. Басқа деңгей. Иә, біздің сол кезде мысалы мен айта аламын, мен қолдау таппаған бағытта, реально мен қолдау таппаған. Заман басқа болды ғой, кезең басқа болды. Мысалы Назым орыс лигасынан келді. Назым бұрын қазақша сөйлей алмайтын. Қазақша сөйлейді, бірақ жаман сөйлейді. Орта басқа болатын. Орыс дебаттан қазақша дебатқа келді, біздің ортамызға келді, ол уже басқалай емес. И достығымыз да, мысалы, былай қарасаң, бізді бір екеу класстас емеспіз, не группалас емеспіз, не вообще ешкім емес. Бір мүдде сонда. Жаңа идея, толқын, сол уақыттағы біз қазір әр күнге дейін соның нәрсеміз үшше. Және де қазіргі сіздердің балаларыңызға айтатыным, жоғалтпасын деген, өйткені әр бала, сол лемда бізде болған бала, енді біз үлкен несі болдық та, легі болдық та, одан кейін біз жастарды алып, солар тәрбиеледік. Кәдімгідей лимончик қылып, оларды үйреттік, тренингтер өткіздік, кәдімгідей үйреттік, организаторға үйреттік, ананы ұйымдастырып, бәрін үйреттік та, и әр қайсысы қазір бір үлкен жерлерде үлкен бір тұлға болды. Өйткені сол кезде андай жизненно важный навыки дейді ғой, соны үйреніп алғанда, и сол үшін осы инструмент өте мықты. Оны ешқандай университет бере алмайды. Үйреткен жоқ па, жалғастырып? Вот лимончиктер кетті, вот сол үзіліп қалды деп айтып отырғанымыз сол ғой. Біз мысалы тұрмыста бала деген сияқты. Біз есейіп кеттік, олар да есейіп, сонымен кетті да. И қазір анализ жасасақ, әр қайсысы бір мықты болды. Мүмкін ол лемға келмесе, мүмкін сол бағытта жүрмесе, ондайға жетпеуші еді, мүмкін оны басқа бағыт алып кетуші еді, басқа орта алып кетуші еді ол баланы, мысалы, деген сияқты. Ал бұл жерде ол мүлдем бөлек. Мысалы, бала, который просто даже дұрыстап жаза алмайтын, грамотность болмайды, келеді, лемға келеді, ол уже қазір официальный письмо жазылады. Официально там адамдармен қарым-қатынас құралады деген сияқты. Оның бәрі осы сол ортада болды. Өсті, тұлғалық өсу деген болды. Тұлғалық өсу, мысалы, сол идеядан бізде самға туды. Самға міне сол кездегі қазір біз соған жеттік. Мысалы біз ата-аналармен жұмыс жасаймыз. Бізде қазір мысалы 70-80-ге таман бала оқиды да. Ол 5 жастан 17 жасқа дейін балалар, который мысалы айтайын, бізде дұрыс тілдер шықпаған, қазақша шықпаған тілдер. Орысша шыққан балалар көбі келеді қазақша үйрену үшін. Ал оны ойладық та, мысалы, қалай үйрете аламыз? Вот шығармашылық арқылы, актерларды әкелдік, актерлар дикциясы. Мысалы, актерлық шеберлікте ол кружоктардың, мысалы, үйірмелердің микс. Би де бар, ән де бар, дауыс та бар, дыбыс та бар, көрдің ба? Грудной қозғалыста тренинг арқылы баламен ойнап отырады да ертеңмен. Ана бала өзі қазақша қалай дыбыс, дауыстарды шыққан білмей қалады да. Мысалы, менің қызым Ж, Ш деген букваларды айта алмайтын да. Мысалы, келеді ғой, мысалы, әр күнге. Сол кезде келеді, тренингпен ойнап жүреді, ертек айтып жүреді, сол кезде айтып, вот үйрен кетеді да. Сол сияқты кішкентай балалар келген кезде соны қазір біз дәріптеп, и бізде мысалы келеді қазақша кім Санжар деген бала, мамасы орыс екен, папасы қазақша үйрену үшін бізге актерская келіп көріңізші. Жеткізуі, мысалы, алдыңғы подкастта түсті, ол Алла қаласа көресіздер. Менің үйде біз орысша, мамам орысша, бірақ біз қазақша сөйлеуге тырысамыз деп кәдімгіден. Сондықтан қазақ мектебінде оқиды. Жақсарту үшін осы ортаға келеді да. И қуанасың да, что сон бір болса да дәніне қаласың да. И Алмас, саналы түрде. И Алмас деген бала бар, просто бүйтіп бөлісіп кетейін. Ол ең алғаш осын ашқан кезде мамасы қинап отырып әкелген. Қиынап отыр, мәжбүрлеп отыр. Мамасы, ана бала тұйық, үйде ешкіммен араласпайды екен, даже әкесімен сөйлеспейді ғой. Подростковый орыс қой, 6 класстан келді бізге. Мысалы, біз 3-4 жылға бара жатырмыз жұмыс. Сол кезде мамасы айтады, мынау сөйлеспейді, нам бірдеңе. Сөйлесіңдерші дейді. Хотя домбыра ойнайды дейді, ойнайды, өзімен бірақ шықпайды дейді да. И анау актерская келе бастап, бала сахнада спектакль ойнады ғой.
мамасы көпшіліктің алдында. иә, көпшіліктің алдында біз театрда ең алғаш біздің орталық, біздің жаңағы неме шәкірттеріміз алғашқы театрмен келісе отырып, солармен отырып сахнасында профессиональный деңгейде актерлармен бірге спектакль ойнады. Интернат наны деген, ойлаңызшы. Бұл бізге үлкен жетістік кәдімгідей. Сол кезде ана мамасы тұрды да кәдімгідей шокта болды ғой. Балам менің осылай сөйлей ала ма? Балам менің осылай ойнап, мынау мен балам ба деген. Тағы ол ғана емес, Арнұр тағы неме деген балалар де, сондай болды да. И соған қараймын да, мен айтамын, біз анандай мүмкіндік беру, ашу деген сияқты, баландардың өздерін ашу, ойларын еркін айту, басқа поколенияға дән егіп жатырмыз деген сияқты. Мысалы, және сияқты біздің де бұл уақытта үзіліп кету мүмкін да. Сол нәрсені, мысалы, сіздер сияқты осында жалғастырушы бар екеніне мен қатты қуанып отырмын да. Жаңа Алмас бала осыдан кейін туысқандармен, әкесімен қарым-қатынаста уже немеш аузын жаба алмаймыз дейді қазір, мамасы айтады. Ана қой деп айтып тоқтата алмаймыз дейді. Мысалы үшін сіздерге дейін бізде бар ғой қазір Байжігіт оркестрінің дирижері Шалқар Асханова, танисыңдар шығарсыздар. Шалқар Асхан енді алдыңғы буын ғой үлкен. Ол кездегі ана тәуелсіздікке енді абышқан кездер бар, дейінгі кезең бар. Сонда кезінде Алаш ордашылардың ішіне Мұхтар Әуезов Жас тұлпар дейтін ұйым құрады. Үлкен жаңағы. Енді сол кездегі бір ұлттық ұйым болды ғой енді. Оны құдалы жапты да. Сол шығысқа соның бір лебін әкеп, Шалқар жаңағы жанында өзінің бауыры бар. Екеуі Жас тұлпар дейтін ұйым құрады сол кезде Өскемен қаласында. Сонда Өскемен қаласы ол кісі айтты ғой, айтпасам 200-ге тарта мүшеміз болған дейтін. Үлкен күш ол. Сол кезде Өскемендегі үлес, әр ұлттың үлес санаңыздар. Сонда жаңағы біраз дүниені атқарған екен, жаңа шығармашылығы бар, осындай қайырымдылығы бар, саяси істерге араласқан, тіпті ол кездегі жаңағы әкімге кіріп сөйлесу деген бәрін сөйлесіп, ол да жаңағы міндеттер ол заманда қиын, құдалы ұшырап жабылған. Енді мысалы үшін сіздерге дейінгі буын сондай өз кезең келтіріп тұрады екен, негізінде бүйтіп әкеп тұрады. Менің де тілегім сол, мынаны естілер ұйымын ғұмырлы қылу, неғұрлым баянды болу. Ертең біз кеткенің өз, біздің жаңа айтыпсыз ғой, енді қыздар тұрмысқа шығады, кетеді. Ертең біз де қорқамыз, біздің кетіп қалып жүр деп. Жоқ, біз ұлдар да міне басқа жаққа жақсы немелерге енді сол үшін жаңа буындар келіп қалыптасып, өз орнына басып, жаңа бір төраға, бір орын басып, жетекші, бір әркім өз мүшесін алады. Идеяны өлтірмеу керек болады ең бастысы. Бір волнада болғанымыз өте қуанышты. Мен соған бүйтіп неметіп отырмын да, кәдімгідей. Бұрынғы тура жастық еске түсіп отыр ма? Иә, ностальгия болды. Тағы бір сұрақ бар. Біздің уақытымызда негізі шектеулі ғой. Қазақ тілін үйрету бағытта біраз жұмыстар атқарылып жатыр ғой деймін. Бұл кел сөйлесейік деген клуб бар. Біз ашқан жоқпыз, кел сөйлесейік қойын, давай поговорим ғой деймін. Оралхан бөкей кітапханасының бастамасы ма екенін өтірік айтпай қойын. Ол кісілердің 14 филиалы бар ғой, кітапхананың. Әр филиалында жаңағы сабақ өтеді. Өзге ұлттарға, қай ұлт болса да мейлі, қазақ тілін үйрету. Сосын бізге айтты, бізге еріктілер керек деді жаңағы. Үйрететін. Иә, маңызды емес ол, қай саланың өкілі, филолог па, ол инженер ме, бәрібір ол барып сөйлесу керек ана кісілердің ауыз тілде. Мен айттым, жақсы, біз келісеміз деп. Біз енді қазір тұрақты түрде бір филиал ғана барып жүрміз әзірге. Әр сенбіде таңертеңмен 10-да барып сол тіл үйренетін кісілердің немерелеріне орыс қыздар бар, домбыра үйретемін. Жаңағы кішкене келген балаларға. Олар домбыра арқылы жаңағы қазақ тілін үйреніп отыр бір жағынан. Одан кейін сағат 11-нен кейін 1 сағат, кейде 1,5 сағат ол кісілермен қазақша сөйлесеміз. Иә. Базалық білімдері былай бар, өйткені кезінде оқыған, әмбет Өскемен тұрған соң біледі ғой енді. Заттың не екенін, аталғандай күн қандай. Орта демей қойын, бірақ біледі былай. Соны біз кішкене сөйлем құраттырып, сұрауды үйретіп, мысалы үшін көшеде аялдама қалай баруға болады, мына жақ қалай жүруге болады, нан қанша тұрады. Сол жерде міне сұрақ, насколько ол кісілер өз еркімен келіп үйреніп жатыр? Түсініп жатыр ма, не үшін үйреніп жатқанын? Бәрі өз еркімен, олар өйткені өздері клубты өздері құрып отыр олар. Егер ол жерден үйренушілер шықпайтын болса, жүрмеуші еді сабақ, ешкім бүйтіп мәжбүрлеп отыр да сен үйрен деп тұрған жоқ ол жерде. Келіп алады, кейде аз келеді, кейде көп келеді, өйткені ерікті ғой, тегін сабақ. Дәптер ашып алған бәрінде. Әр күнде кәдімгі сабақ болады. Бірінші күнде мысалы үшін заттар атаулары, амандасу, жауап беру. Одан кейін азық-түлік аттары, нан, күріш, ұн, жүзім, ыдыс-аяқ, табақ, анау-мынау тостаған, апта аттары, ай аттары кете береді. Сосын қазір мақал-мәтел үйреніп жүр ол кісілер. Сөйлем құрайды, атау септік, жіктік жалғау, тәуелдік жалғау, осының бәрін оларға үйретіп отырып, еске біз де түсіреміз. Мысалы үшін мен барам, Елдос деген жігіт барады бізде, талант барады кейде бос кезде, жібек барады. Кім бос, сенбі күні таңертең барып, сол кісімен сөйлесіп, арқай жүргізіп,
орыс сабақ өтеді. Енді қараңыздаршы, осы нәрсеге қарап отырып белгілі біздегі бұрыннағы билікке осындай деп айтатынбыз ғой, иә, мысалы сынап па? Иә, сынап, иә, айтқаннан бұрын осылай қолымызда бар нәрсемен әрекет жасаған дұрыс сияқты да. Сынай қарап, иә, өзімізден бастауымыз керек та. Мысалы мен не бере алам, мен қолымнан не келеді, қазіргі кезге дейін біз не тәжірибе жинадық, соны ғана беріп, одан кейін мысалы үкімет деп айтамыз, там мемлекет деп айтамыз, сөйтпей қойды, бүйтпей қойды дегенше біздегі қолымыздан не келеді, әр адам өзінің бір нәрсесін істесе, әрекет болып жұмылып болатын істесе, осы сияқты этно, ұлттық деген нәрселер бір-бірімен қалыптаса беретін шығар. Ал мемлекетіміз оған әрқашан кім өзінің ұлтын жоғалғанын қалайды, айтыңызшы. Ешкім қаламайды ғой. Бұлай айланып келген кезде, шындыққа келген кезде просто каждымыз өзіміз соған құру керекпіз да. Мысалы мен соңғы кезде осы нәрсені байқадым да, орыс ұлты қазақ мектепке барып жүрген нәрсені көп көрдім. Қазір тана ма? Сіз өскеменде? Иә. Орыс бала қазақ мектепке барады, қазақша үйрену үшін. Біз мысалы көп нәрседе мына жағын көреміз ғой, мысалы мен таныстарым көбі бар, мысалы қазақ балалар орыс мектебінде оқиды. Ну, маған таң қалған статистика сол болды да. Өйткені олар болашағын осы мемлекетпен байланыстыратындар. Білді уже. Олар қазақ тіл білмесе, балама қиын болады. Иә. Балам құдаланады, баламның жағдайы мүшкіл болады, ол бір органға жұмысқа кіре алмайды, ол МВД-ға жұмысқа кіре алмайды, госслужбаға кіре алмайды, қазақ тілін білмесе деген сияқты. Жақында ғана бір Фейсбуктан осы жазбаны оқығанмын, осы туралы жаңағы кім, біздің Әлібек ағамыздың ба, жоқ, өтірік айтамын, бір блогердің бе екен. Тіл үйренбейтін немесе үйренгісі келмейтін кісілер олар осы елде өлмейтінін біледі түбінде өздерін. Ал осы елде өлем, жұмыс істеймін деген адамдар тіл міндетті үйренеді. Олар соған лояльный, жаңағы олар соған бейім, жаңағы ештеңе көрмейді. Ондай ауру жоқ. Бұл артық үлкен мен тақырып қозғамай қояйық, жаңағы ұлттықта қосып кетуі мүмкін. Жалпы алып келген кезде оларда індет жоқ, ол кісілерде. Тіл үйреніп жүргендерде, том үйреніп жүрген кісілердің барлығында болашақ қазақстан байланысты расымен. Сіз айтқандай. Дұрыс. Керемет. Енді мәлім сондай болсын. Жақсы жаққа ғана. Ақырын анандай айтады ғой, революционный емес, эволюционный іштен даму, өз прогресс ақырын жүріп қой. Соған келеміз деп мен ойлаймын, өйткені қаншама уақыттардан, мысалы этаптардан біз өтіп келеміз. Мысалы қанша нәрсені көрдік, мысалы осыған осознанно өздері келіп жатқанның өзі, мысалы бір деңгейдің өсуі деп білемін да мен. Мысалы қандай бала болса да, мысалы біздің істеп жатқан, сіздің істеп жатқандары осының дәні. Иә, жемісін ол бүгін көрмейміз, ертең көрмейміз, ол балалар біраз уақыттан кейін, мысалы жаңа билікке басқа келетін болса, мысалы қазір қатты қарастырып жатқан жемқорлық деп айтады ғой, ол өзі түсінген балалар ол оған бармайды. Шыны ғой? Ол елім деп нәрсе істейді. Жаңа сияқты сіз айтпақшы, ана өзінің пайдасы үшін келіп отырған немен көріп тұрған жоқпын деген сияқты балалар келетін болса, бұл әр қайсымыздың қандай да болса білеміз, біреуміз білмейміз, но біздің дәніміз деген сияқты нәрсеге келу керек қой. Оған бүйтіп мен сөйтіп тастадым емес, анау маған бүйтпей қойды, мынау саған сөйтпей қойды емес. Қарапайым түрде қазір дем алып тұрмын ба? Иә, жоқ, қазір біз дем алып тұрмыз ба? Сонымен не істей аламын? Демім ертең қазір-ақ үзіліп қалуы мүмкін да. Шын ғой? Мынандай нәрсе бір екі дүние бар. Өзімдер мазалайды ылғида. Абай айтады, қазаққа, жалпы ұлтқа бірдеңе берем деген кісінің қолында не шексіз байлық болу керек дейді. Не билік болу керек дейді. Екінің бірі болу керек дейді. Енді сол үшін, мысалы үшін мен айттым ғой жаңа шығармашылықта ұзақ жүре бергім келмей, кәсіпке бет бұрғым келген болатын. Мен осы ұйымның өзім демеушісі де болғым келеді. Өйткені керек, ақша құру керек. Сосын жаңағы нәрсе ғой, екі типті адамдар бар ғой. Біреулер тек қана ақша үшін жүреді. Мысалы үшін ұлттық дүниенде құндылықтар насихаттау мүмкін, күшті болуы мүмкін, жаңағы бәрін тілі де пиар жасап, бәрі керемет. Бірақ оның түбінде ақша жатуы мүмкін да. Ал немесе кейбір кісілер болады, құлақтап шалып жүре береді, жаңағы бәрі керемет, жаңағы бәрін бірақ тегін ғана сонымен жаңағы іштегі сыйғызламайды, жаңағы сонысымен ләззат алуы мүмкін. Бірақ оны ойлаймын да, кейбір мынандай түсінік бар ғой. Құр немен жаңағы құраққа салып жатады деген секілді, құр айғай сұраймын, мен де ұзаққа бармай қалуы мүмкін, содан қорқасың бір жағынан. Сондықтан білмеймін, міндеттер ол жаңағы айналысатын ұйым фундамент болу керек, иә. Ақша да таба алу керек. Мынандай бір ой болған, бізде жоспарда бар. Біз көп демаламыз, иә? Караокеге барамыз, ән айтамыз, баратындар да көп. Енді мысалы үшін біз жаңа шығып шыққан әндерді іздейміз ғой. Қазақы күшті әндер, қазақ таппаймыз да. Мейлі ана не кафеге барсаң, ютубты ашып аласың. Ютубта ондай жоқ, сөзі бірге шығып тұрады немесе. Ал жаңағы үлкен заведениеге баратын болсақ, ғимараттарға, орындарға, ондарды таппаймыз. Мен караоке жасайықшы, кәдімгі сапалы түрде жасайық.
сосын біз оны жүктейік ютубқа тегін. Сататын жерге сатайық оны. Мысалы үшін есесіне караоке болады, жұрттың іздейтін әндері бар болады да, табады іздеген ән. Соңғы шыққан қандай әндер бар, сапалы әндердің бәрін жүктейік, жасайық, видеосын бәрін келістіріп, қазір кейбір әндер ана сөзі әні бөлекті, аржда клип мүлдем қуып тұрады ғой. Видео сопровождение бөлек. Шындық ол, шындық. Соны бір істейік дедік мысалы үшін. Ақша түсетін бізге бірдеңе болсын. Этнокруиза бір тетігі қазір бірінші басталған. Енді ақырындап жөнге қойылатын шығар. Ол ұйым ақша табу керек, өзін-өзі асырау керек, жұртқа да беру керек осыған. Мемлекеттен маған бер деп сұрамай бір жағынан. Дұрыс қой. Біз осыны істеп жатырмыз, бізге көмектесеміз. Киімді өзіміз тігуіміз керек, өзіміз алып жаңағы соны киюіміз керек. Керек болса сатайық сол киімді, мысалы өзім тіккен киімді, неге жетпеске. Тетік көп істеймін деген адам ғой. Соның бәрін әртүрлі адам болса, әртүрлі пікір, әртүрлі идея, мың түрлі жаңағы әртүрлі түрлі сөздер ғой. Соның бәрі біріксе, бір үлкен бір күшті бір күш болады, Ал енді осымен біздің уақытымыз да тәмамдалып келе жатыр. Аян мырза, жалпы өзіңіздің тұлға ретінде айтатын бір 3 кеңесіңіз ба, 3 қағидаңыз ба, жастарға болсын, адамдарға болсын деген сияқты. Кеңес етпей қойған, ақыл өзімізге де керек қой. Жалпы кімге ақыл айтамыз? Бірақ қағида айтсақ дұрыс болатын шығар. Мен мысалы үшін мынандай нәрсені қалаймын. Бағана айтып отырған әңгіменің барлығы сол. Осыған тіреліп тұр. Өзіміздегі ортамыздағы, қасымыздағы әрбір досымыз, танысымыз, туысымыз ұлтын бір шексіз сүйсе, махаббат деген өшпесе, осының бәрі осы халыққа келеді өзінен ауызақ, ешкім айтпай-ақ. Ол махаббатын оятса, айтысты да көреді, көкпарға да барады, ұлттық киімді киеді, қазақтың әнді тыңдайды. Мысалы үшін мені қынжылтатын дүние қазір шұбарлап сөйлеу, тіл арасы норма болып кетті, эфирға шығып кетті, боқтап сөйлеу, жайдарманға кетіп қалды. Соның бәрін арылау керек. Қазақ жастары сараптай алса ғой. Қай киноға баруға жет, баруға тұрады. Қай киноға не стоит баруға, сіздердің айтқан кезде мысалы ше. Соның бәрін біз, ол кино элементарный ғана, қарапайым, бірақ ол тәрбиелеуші күш үлкен. Соны өзі байқау керек, соған сана керек, мысалы үшін. Бос телефоннан жай бір TikTok қараған жақсы ма, пайдалы бір подкасттар көріп, аудио кітап тыңдаған жақсы ма, соның бәрін сарай алса, киініп жүрсе, көшедегі жаңағы немқұрайлы қарамау керек қой. Кезге мысалы үшін мен ұрыс кететін әдетім бар. Аулада балалар шулап ойнап жүреді. Қазақ балалар төне қараймын, бір орысша жүрмін, аяқ салып ұрсам оларға. Аталар ұрсады. Олар кешіріңіз деп жаңа бүйтіп, иә деп бүйтіп айтып түзейді сөздерін. Сондай болу керек қой, әркім немқұрайлы қарамау керек көшедегі қарындасына да, бауырына да, ағасына да. Енді қысқаша айтқанда осы, мен бағана подкасттың басында айтқан әңгіме бұның барлығы. Өзінің ұлтын, елін, жерін сүйсе, мемлекетін сүйсе, қоқыс тастамай былғамай жүрсе, халыққа келеді барлығы. Рух сынбасын сан. Рух сынбасын ең басты, ұлттық рух өлмесін дейміз. Рахмет, үлкен рахмет келгеніңізге, көңіл бөлгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге. Жақсы әңгіме болды деп ойлаймын әлі. Біздің жалғасымыз келгеніне өте қуаныштымын, солай көрдім мен. Подкаст арқылы ертең біздің қадамымызға қосатындар болса, ол да сіздердің бір тигізген бір пайдаларыңыз, үлкен әсерлеріңіз жаңағы. Солай болсын. Шақырғандарыңыз үшін рахмет. Істеріңізге сәттілік, тоқтамаңыздар, бірге болыңыздар. Ол болашағы бар дүние, ұлт үшін, әрдайым құндылықтар үшін, ол ешқашан өлмейді. И поддержка табады. Иә, әрқашан. Әрдайым поддержка табады, қолдау табады ол. Мемлекеттен қолдау таппаса, жай адамдардан табуы мүмкін. Басқа бір тұлғадан, халықтан. Сондықтан тоқтамаңыздар. Тек қана оны көтеріп алып кететін рухты халық, одан кейінгі жастар. Сіздердің ауызбіршіліктеріңіз, сіз не бересіз қар, соны жейді деп өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз қар, не қандай нәрсе ұстады, қандай контент қар, контенттің уақыты деп айтамыз ғой. Сондықтан контенттеріңіз сапалы болсын, ең бастысы. Мағыналы болсын. Бір мүдде, бір толқын кетпесе. Кетпесе, ол өте күшті. Қуаныштымыз. Аман сау болыңыздар. Әлі жүздесеміз, талай жүздесеміз. Келесі екен ба? Келесі. Vai ter que ser a festa, é que dava já lá,